Сәлем баршаға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен табамызға 200 грамм сливочное масло, сахар салып араластырамыз. 1 пиала мед саламыз. 1 ас қасықта ас содасын салып жақсылап араластырамыз. Массамыз қып-қызыл түске енгенше қолымызды үзбей араластырып тұрамыз. Дайын болған массамызды басқа ыдысымызға құйып, 4 жұмыртқа салып, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Миксерлеріңіз болмаса, венчиктің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып, қолға жабысатындай етіп қамыр илейміз. Қамырымызды 7 суалға бөлеміз. Біреуін кішкентай етіп бөлеміз, себебі үстіне ұн тақтап себу үшін. Оның көмегімен дөңгелек формада жайып аламыз, шанышқымен тесіп, біртіндеп пісіріп бастаймыз. Кремне, қаймақ, сахарный пудра. Сахарный пудраларыңыз болмаса, сахар қолдансаңыздар да болады. Біртіндеп осылай етіп жинап шығамыз. Кішкентай етіп пісіріп алған коржемізді осындай ұнтақтап үстіне себеміз. Фруктиларыңыз болса, осындай үстін сәндеп қойсаңыздар болады. Менің рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.